Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қарақаттан тосап жасау жолдарымен бөлісемін. Вареньеңіз жақсы, күшті шықсын десеңіздер, осы видеоны аяғына дейін қараңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де тума-туысқандарыңызбен бөлісуге болады осы видеомен. Міне, қарақатымызды жақсылап 2 суға жуып алдық. Енді тазартып отырмын міне. Менде 5 килограмм қарақат, 5 килограмм секер. Міне, бір тәрелке қарақат, бір тәрелке секер салып отырмын. Осылай сала берем. Тағы да бір тәрелке қарақат, бір тәрелке песок. Солай 1-2 килодай песок кетті осы шелекке. Енді осыны бір күн қоямыз. Арасында бұлғап тұрамыз, секері ерігенше. Бір күн тұрды. Еще су құямыз, қыздар, қайнаған су. Мына стакан ішінде 200 грамм су бар. Араластырдық міне жақсылап. Жақсылап бұлғалап араластырып тұрамыз. Енді міне газге, жай отқа қойып жатырмын міне. Газды, отын шамалы жағып, тек болар болмас қана бетіне көбігі шыққанша тек газдың үстінде қойдым міне. Шелектің ішін тоже құрттай сумен шайқап құйып жібердім. Жақсылап араластырамыз міне. Секер ерігенше газде ұстаймыз. Артық ұстамаймыз. Неге десеңіз, күйіп кетеді вареньеміз. Көп ұстамасаңдар, цветі вареньенің күшті болады. Міне, тағы да 1 килоны салам. Бана 2 кило салдым ғой, енді тағы 1 кило песогымыз саламыз үстіне. Песогымыз ерігенше шамалы отта ұстаймыз осылай. Міне, песогымыз еріді, вареньемізді шелекке құйып алдым. Қалған секерімізді саламыз. 2 килода секерім қалды. Міне, осы секер ерігенше бұлғалай береміз. Секер еріген сайын жаңағы вареньеміз қоюлана бастайды. Міне, өте керемет түсі, өздеріңіз көріп тұрсыздар міне. Жақсы қыздар, көрдіңіздер ғой міне. Сау болыңыздар.